үлкен университеттерімізде PhD-лердің отыратын жері жоқ. Ол бір. Екінші, бізде үлкен саботаж қазір. Мына үлкен еңбекке саботаж, енді мен әріптестерім кешірсін, себебі бір адамдарды айтуымыз керек, домалақтап сөйлей бермей. Ректорлар тұрғыдан келеді. Себебі көз бояушылықтар бар. Мына халықаралық глобалдық инновация индексін қарайтын болсақ, мына жерде былай жазған, біз ең төменгі орында жаңағы 139 елден 119 орында тұрмыз. Ол не дейді? 115 орында тұрмыз. 139-дан 115 ең төменгі орында. Ол университет пен индустрияның жаңағы R&D дейді ғой, арасында байланысы дейді. Жаңағы Сайсан Турбекұлы дұрыс айтып жатыр. Бізде кемшілік сонда бұл арасында бар. Ол арасындағы байланыста бізде үлкен жаңағы саботаж деген сөз ауыр болады. Үлкен немқұрайлық ректорлар тарапынан келеді. Мен кейде болады осы кейбір университеттерге барған кезде, біз индустриямен жұмыс істеп жатырмыз. Міне кабинет дейді. Әп-әдемі кабинет. Қағазға қарасаңыз дұрыс. Индустрияның жаңағы адамның қол қойылған, мына жақтан ректор қол қойған. Сосын іштей жүріп ойлаймын, осы көз бояушылықты дәлелдеу мүмкін емес шығар, көру мүмкін емес шығар деп өзім ойлайтын. Себебі ол сіз қанша тексерсеңіз де, ол жақта барсаңыз, бәрі көз алдында. Бірақ жұмыс істемейді. Қаншама жыл болды. Біз жаңағы 1% бөлдедік. Олар жаңағы кейбір компаниялар, олар жаңағы өзінің ішінде бір департаменттер ашып алды. Тағы көз бояушылық. Мен өзім қателескен жерім, бұл нәрсені ұзаққа дейін созылатын шығар, ешкім көре алмайтын шығар деп ойлайтын. Сөйтсем халықаралық ұйым оны көріп қойды. Қалай көрген тағалары.